Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен қысқа дайындық ретінде сливадан варенье жауып үйренетін боламыз. Ең алдымен сливамызды жақсылап жуып аламыз. Мен осылай сливамызды дәнегінен бөліп, 4 бөлікке бөліп алдым. Жегенге ыңғайлы, әрі дастарханға қойғанда сәнді болып көрінеді. Жақсылап сливамызды осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Сіздер бұлай 4 бөлікке бөлмей өз қалауларыңыз бойынша жапсаңыздар да болады. Тек дәнегін алып жапсаңыздар да, 2 бөлікке бөліп жапсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша мен дастарханға қойғанға сәнді болып көрінсін деп осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Одан соң қантымызды осылай бір төсеп алғаннан кейін қантымызды үстіне құйып шығамыз. Мен 500 грамм қантты құйып шықтым. Одан соң тағы да сливаларымызды турап осылай үстіне салып шығамыз. Сонда біздің қантымыз жақсылап еріп, әдем болып шығады. Сливаның суы жақсы болып шығады. Кім қалай жабатынын өзінің банканы жабу әдісімен комментарийге бөлісіп кетсеңіздер болады. Осылай тағы да үстіне жақсылап төсеп алғаннан кейін үстіне 500 грамм тағы да қантымызды құйып аламыз. Мен 500 грамм қант қостым, өйткені сливаның дәмі өзі тәтті, жақсы піскен слива болды. Одан соң тағы да осылай қантымыздың үстінен туралған сливаларымызды салып шығамыз. Араларына барлығына жеткізіп, жақсылап бетін жауып, одан соң үстінен тағы да 500 грамм қантымды құйып алдым. Сіздер дәл осылай жасасаңыздар да болады, немесе барлық сливаларды турап, одан соң үстінен қантын бірден құйып, солай жасасаңыздар да болады. Тағы да бетіне сливаларды төсеп, құйып салып шықтым. Одан соң үстінен жақсылап нығыздап басып, 500 грамм қантты тағы да салып шықтым. Сонымен менде 2 кило қант кетті. Одан соң бетін жауып осылай 7-8 сағатқа қойып шығасыздар. Міне менің қантым еріп, сливаның суы шықты. Одан соң газге бір қайнатып, осылай көбігі шыққанша қайнатып аласыздар. Вареньеміз толық қайнағанша біздер крышкамызды дайындап, ыстық суға салып қайнатып, банкілерімізді парить етіп ала береміз. Шамамен мен 4-5 минуттай банкілерімізді парить етіп алдым. Осылай буы шыққанша парить етесіздер. Одан соң сразу алып, қайнаған крышкамызды үстінен бетінен жауып, вареньемізді алып дайындаймыз. Осылай вареньеміздің көбігі шығып піседі. Осындай көбігін жақсылап алып тастайсыздар. Көбігін міндетті түрде алу керек, себебі банкымыз атылып кетуі мүмкін. Жақсылап көбігін албағаннан кейін осылай қантын барлығын ертіп бір араластырып аласыздар. Біздің вареньелеріміз дайын болды. Банкімізге жақсылап құйып, ыстық күйінше құйып шығамыз. Мен банканы толық бетпе-бет қылып құйып шығамын. Одан соң крышкамызды бетінен жауып, барлық банкымызды осылай толтырып құйып аламыз. Вареньеміз өзінің түсін көріп тұрғандай өте әдемі, дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Одан соң аузын осылай жақсылап бұрап жауып аламыз. Осылай банкымызды бір рет аунатып көрсеңіздер болады, аузы толық жабылғанын. Одан соң міндетті түрде осылай ыстық бір шашыққа ма, или өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай ыстық күйінше орап қоямыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Комментарий бөліміне өз нұсқаларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.